Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Қасымбекова Назипа Қасымбекқызы. Бүгін біз әліпби сабағында С дыбысы және әрпін өтеміз. Бірінші тапсырма бойынша кітаппен жұмыс жасаймыз. Су, асу, сау, асау, сал, сала, суар, суару, лас, аласа. Енді балалар астындағы сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші суреттегі жейдеміз лас, екінші суреттегі жейдеміз таза. Келесі суретке қараймыз. Бірінші суреттегі талымыз аласа, екінші суреттегі талымыз биік. Демек біз сөздердің қарама-қарсы мәнде сөздер екенін үйрендік. Келесі тапсырма бойынша сөздерге суретті қосып оқимыз. Алан атты суар. Анау ат. Ат асау. Үшінші тапсырмада сызба бойынша сөйлемдер құрастыру. Нан ас. Анау асу. Алан суар. Сара су ал. Міне балалар, біз бүгін сызбамен жұмыс жасап үйрендік.